бірге мен Гаухар және бұл Өзбекстанға саяхат солай бастап жүрген. Наконец-то 2,5 жыл дегенде Утякайсыз жалғыз өзім бір жаққа барайын деп жатырмын. Бұл саяхат Өзбекстанға, Ташкент, Бұхара, Самарқанд қалаларына баратын боламын. Өте қатты қуанып тұрмын. Енді бір предвкушение болып тұрмын, бір күшті бір өзгерістермен, күшті бір настроениемен, күшті бір ішкі жан дүниемен келетін сияқты бір сондай сезімде тұрмын. Солай настраивать етіп жатырмын өзімді. Енді мен қазір чемодан жинау керекпін, себебі ертең уже Шымкентке шығамын. Сбор бізде Шымкентте, потом бәріміз бірге Ташкентке кетеміз. Солай. Менімен бірге болыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Кеттік Өзбекстанға. Нозли гүлім, нозли гүлім, нозли гүлім, нозли гүлім. Плов, самса. Осындай күшті көңіл күймен заттарымды жинап салдым да Алматыдан Шымкентке қарай жолға шығып кеттім. Мен негізі турмен бардым. Турдың бағасы 80 000 теңге. Осылайша шекараға келдік. Бұл жерде тұрып кішкене ақша айырбастап алдық. Мен шамамен 70 000 теңгені айырбастап алдым. Жетеді деп ойладым, және де ойымдағыдай жетті. Осылайша шекарадан өттік. Ташкентке келе салып, заттарымыздың барлығын қонақ үйге тастадық. Одан кейін осы Башқозан деген жер бар екен. Өте атақты жер. Тек қана бұл жерде палау ғана сатылады екен. Мінекей көрсеңіздер болады. Мен мынандай габариттегі, мынандай үлкендіктегі қазандарды ешқашан көрмеген. Аспаздардың барлығы қолғаппен жұмыс жасап жатыр. Маған сол ұнады, өте таза. Және де адамдардың көптігіне қарағанда бұл жер өте жақсы жерлердің бірі. Біз 4 адамға 2 адамға арналған палауды тапсырыс бердік, яғни порциясы 2 адамға. Себебі көрші үстелдерді қарасам, шынымен де порциялары өте үлкен екен. Осы палаудың өзін біз 4 адам болып тауысқан жоқпыз. Және 2 салат, 2 нан, шай және кола заказ бердік. Әрқайсымызға шамамен 1700 теңгеден шықты. Одан кейін асханаға барып, осылай қалай дайындап жатыр, қалай турап жатыр, қазандары қандай, соның барлығын көріп, фотоға түсуге келдік. Және де осы Башқозан кафесінің қасында телевышка бар екен, соны қызық көріп біз бардық. Және де шынымен де ең биігінде бір күшті ресторан бар екен, сол жерде отырдық, мороженое жедік, және де бір өте күшті кадрларды жасадық. Және бұл жердің ең қызығы, мынау ресторан айналып тұрады екен. Оны қазір келесі видеолардан көретін боласыздар. Көрдіңіздер ме, мына жер айналып жатыр. Сол жерде. Осы жердің сұлулығына тамсанып, күліп біздің Есентай ғой деп күліп арғарта метромен базарға қарай тарттық. Бұл Ташкент қаласында орналасқан Чорсу деген базар. Көбіне сухофрукты, орех алуға келеді екен. Бұл жерде Әділ деген досымыз, біз қатты дос болып кеттік, 4 адам болып бардық. Сөйтіп Әділ өлгенше біздің Қазақстанда еш нәрсе жоқ сияқты толтырып заттар алды. Ал мен кішкене ғана өзім сыйлықтар алдым. Одан кейін Ташкент қаласында орналасқан Төле би атамыздың мавзолейі бар екен. Сол жаққа келдік. Төле би атамыздың басында Құран оқыдық. Сөйтіп сәлем беріп амандасып ары қарай кеттік. Туристердің ең көп келетін жері Ташкент Ситиға келдік. Бұл жердегі ең басты мақсатымыз танцующий фонтанды көру болды. Шынымен де өте әсерлі екен. Ютубқа влог түсіріп отырамын. Да? YouTube каналым бар, целый 600 подписчиков. Мына ақшалары. И вот. Сомнительный бір нәрсеге кіріп алдық, қазір көреміз не болады. Әділ, Жайнат, say hi деп. Басында не екендігін түсінбегенбіз, сөйтсе бұл аттракцион екен. Бізді биіктікке көтеріп, алдымыздан өте үлкен экран ашылды және бізді саяхатқа алып келді. Саяхатымыз Өзбекстан. Бұл жерде қалалардың үстімен біздер ұшып бара жатырған сияқты сондай бір иллюзия жасалды. Және де Бұхара, Самарқанд, Ташкент, Хорезм секілді қалаларды осындай
биіктіктен көрсетті. Бізге шынымен де өзіміз ұшып бара жатырғандай әсер алдық. Кірдік. Қызық болатын сияқты. Мындай жерге бір жерге отыруымыз керек. Опа. Деп жатып алайық. Біз қазір планетариумның ішінде отырмыз. Уже жаңа неден шықтық, театр дегеннен қатты ұнады. Прям Ташкент бізге, точнее маған қатты ұнап жатыр. Таңертең кішкене шаршап келдік әрине жолдан, әлі дұрыс ұйықтаған да жоқпыз, но кешкі Ташкент это что-то с чем-то прям қатты ұнады. Ташкент Ситида болдық, жаңа қазір осы жақтан шығып Magic Cityға барамыз. И прям реально Ташкент меня удивил. И вообще Өзбекстаннан бізге үйренетін нәрсе көп екен, себебі туризмді күшті дамытып жатыр. И жаңағы театрдағы представлениялары жаңағыдай ұшырып бар ғой, вообще прям күшті. Қалаларын көріп, мәна Хорезмге бару керек екен, Бұхараға бару керек деп сразу ойлап қойдық та, и реально күшті ұнады. Живем в огромной звездной системе. Осы жер ұнады, музей. Ішінде 3 не бар, қалай 3 зал бар. Біріншісі планетариум, екіншісі театр, үшіншісі музей восковых фигур. Реально қатты ұнады. Ішіндегі планетариумға кірген кезде менде айтайын, андай ощущение болды. Прям жұлдыздар, күн жүйесін, галактика планеталардың орналасуын көрсетті да. Андай мынандай сезім болды менде, машалла, мынаның барлығын Аллах тағала жаратты ғой деген сияқты. Еще жер туралы айтып жатыр да. Мынау жер, бұл жақта материктер бар, и оның сыртын жаңағы газ сияқты оболочкасы бар деп түсіндіріп жатыр да. Сонда не еткен шебер деймін, Аллах тағала. Мен үшін планетариум кәдімгідей бір иманды арттыратын, Аллаға деген сенімімді күшейтетін бір сондай бір жер сияқты болып көрінді да. Одан кейін нені күшті жасаған екен, театрды кәдімгідей отыратын орындықтарда прям сені қалалардың үстімен ұшырып жүрген сияқты ощущение тудырады екен. Біреуінің бағасы 110 мың сум. Біздің теңгемен алғанда шамамен 5 мың теңге. Біз енді бұл жерді аралап болдық. Ташкент Ситиді нені көрдік, фонтанды көрдік. Енді қазір Magic Cityға кетіп бара жатыр. Вот и Magic Cityға келдік. Сырты еді впечатляет, Диснейлендке ұқсайды кішкене. Мені есіме салып тұр, Стамбулдағы не бар ғой, торговый центр, Венецияға ұқсайды. Сол жерді есіме түсіп тұр, негізінде жер. Вообще прям адамдары өте көп екен. Прям андай күшті эмоция беріп тұр. Конечно, искусственный город, но очень-очень прям өте әдемі жасалған екен. Вау, еще алдымызда танцующий фонтан и замок тұр. Соған қарай, как будто бір сказканың секілді кей жақта ощущение тудырады. Сенің мобилограф досың деп бір-бірімізге прикол ұстап, жанға қарай кет деп неше түрлі видео, фотолар түсіріп, контент жасадық. Мен ойымша өте әдемі шыққан сияқты. Одан кейін қарнымыз қатты ашқан. Осы жерде замокқа қарама-қарсы Рамиз деген түрік мейрамханасы бар. Тамақтары өте дәмді. Сіздерге де кеңес берем. Мына салаттың дәмі әлі менің тілімнің ұшында тұр деп па. Одан кейін біз демалдық, ұйықтадық. Келесі күні Самарқандқа жолға шықтық. Қазір бізде сағат таңғы 8:30, және де біз Ташкент қаласынан Самарқанд қаласына жол жүріп бара жатырмыз. Андай жаңа афро сияқты пойызбен бара жатырмыз. Бізге сәт-сапар. Самарқанд қаласына келіп, хостелге орналасып,
заттарымызды тастадық. Хостелдің іші өте таза, жайлы, атмосферный екен, және мына ортадағы сол маған қатты ұнады. Одан кейін киініп кафеге қарай тарттық. Кафеде өте ерекше кафені таңдадық. Ішкі дизайны өте әдемі, бір Каппадокияға ұқсайды, немесе бір үңгірдің ішінде отырған сияқты, сондай бір атмосфераны, сондай бір вайбты береді екен. Одан кейін әрине сол біз күлеміз ғой, Өзбекстанға барғанда бір гастротур болған сияқты бізде деп, тамақ жеумен өткен сияқты деп. Шынымен де солай болды. Тамақтары өте дәмді, еттері өте дәмді. Енді шынымен озвучка жасап отырып, видеоларды қайтадан көріп, өзім қатты тамақ ішкім келіп кетті. Одан кейін таксимен ең күшті нәрсе, Өзбекстанда барлық жерде Яндекс такси жұмыс жасайды. Ешқандай машина іздеп қиналмайсыздар. Яндекспен тапсырыс бересіз, келесіз, болды, және де өте арзан. Самарқанд қаласы тарихи қала болғандықтан көбіне мешіт, ескерткіштер, мавзолей, сондай тарихи жерлерді аралаумен болдық. Мысалға, мына бейнежазбада Шахи Зинда кесенесі. Ал мына кадрлар Хазірет Хызыр мешітінде түсірілген. Хазірет Хызыр мешітінің негізі Пайғамбар саллаллаху қатысы бар екен. Оның тарихын Гуглдан қарап алсаңыздар болады. Ал мына фонда Әмір Темір кесенесі және Бибі ханым мешіті. Самарқандта тарихи ескерткіштер негізінен бір-біріне жақын орналасқан, алайда күн өте ыстық болғандықтан осындай такси қызметін қолдандық. Өте ыңғайлы және әдемі, бағасы да арзан, 200 теңге. Осылайша қазір біз Регистанға қарай жол тартып бара жатырмыз. Регистанға жеттік. Негізінен естіген болатынбыз, Регистан түнге қарай өте әдемі болады, барлық светтер жанады деп. Сол себепті кішкене тамақтанып алайық деп кафеге тарттық. Және де кафеде осылай Wi-Fi-ды ұстап, бір-бірімізбен сөйлеспей, тек телефонда залипать етіп отырдық. Артынан күлем осы видеоны көрсетіп, солай Регистанға келдік. Мінекей, тамашалаңыздар. Кешкі түнгі Регистан. Самарқанд тұрғындары осы Регистанның алдына келіп демалғанды жақсы көретін секілді, жастар өте көп, және де үйлену тойы болған кезде осы жаққа келіп суретке түседі екен. Бізге және де біз қазір Бұхараға шығып бара жатырмық. Қандай күшті, Менің қазіргі сөздерімді тек үйде отырған аналар түсінетін шығар. Себебі мен 3 жылға жуық декретте отырдым. Енді ешқайда шықпадым демеймін, бірақ та үнемі сенің қасында балаң жабысып жүреді. Өзің тыныштықта отыру, өзіңмен өзің уақыт өткізу, бір басқа нәрселерді көру деген сияқты нәрселер кішкене арман болып қалатындығы шын. Және де осы саяхат, сондағы 4 күн мен үшін бір үлкен перезагрузка болды. Көптеген нәрселерді ойландым. Тіпті осылай ешқай жаққа ойымды бөлмей отырып кітап оқығанның өзі және жоспарларымның жазғанның өзі бір үлкен нығмет екен. Бұхара қаласына келген кезде мен успеть все деген сияқты установкамды алып тастадым. Себебі осыған дейін солай болып келді. Және де бір отырып, рахаттанып, бір кайфовать етіп, кофемді ішіп, кітабымды оқып, жоспар армандарымды жазып деген сияқты нәрселердің барлығы қалып қойды. Сол себепті осы Бұхараға келген кезде ең маңызды деген бір орталықтағы тарихи жерлерді көрем, одан кейін өзіме уақыт арнаймын деп өзіммен келісім шартқа келіп, солай бір-екі жерді ғана араладым. Одан кейін бір күшті бір әдемі кафені тауып алып, сол жерде отырып, армандарымды жаздым, өзімді энергиямен толтырдым, былайша айтқанда. Және де сол кезде ойланып отырсам, шынымен де саяхат деген адамды қатты өзгертеткенде, және де саяхатта уақыт өте ұзарады екен. Мысалы, күнделікті өмірде сен тұрмыстың заттарын жасайсың да, қалай таңның атып, күннің батып жатырғандығын түсінбей қаласың. Ал саяхатта ол басқаша. Мысалы, біз 4 күн Өзбекстанда болсақ, ол маған бір-екі апта болған сияқты сондай бір әсер туғызды. Және де әрине сен жаңа нәрселер көресің, жаңа дәмдерді көресің, мүлде басқаша. Ол сенің миыңда жаңа нейронды связьдарды тудырады да, сенің бүкіл ойлауың, қабылдауың барлығы өзгереді. Негізі айтып жатады ғой, 100 кітап оқығанша бір рет саяхатта деп. Мен сол оймен келсем. Міне қарасаңыздар, мына жерде мен өзімді күшті сезініп отырмын, себебі айналамда сұлулық, өзімде бір күшті күй кешіп отырмын. Және де байқағаным, Бұхара қаласында көптеген шетелдіктер жүр екен. Және де мысалы француз әйелі мешіттің суретін салып
отыр екен. Маған өте қатты ұнады бұл жағы. Және де американдықтарды да көрдік, испандықтарды көрдік. Ола деп амандасып барып, сіз қай жақтан боласыз деп ұялмай сұрап, сөйлесіп, сондай бір өзіме бір керемет естен кетпестей саяхат сыйладым десем артық айтпаймын. Соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге мың алғыс. Назарларыңыз үшін рахмет. Шынымен Өзбекстан менің жүрегімде сондай бір керемет естеліктермен, осындай архитектурасымен, тарихымен есте қалатын болады. Және Өзбекстанда халық та өте сондай сені жақын тартып тұрады. Менің толық Өзбекстанға, өзбектерге деген көзқарасымды өзгерткен саяхат болды. Және де 3 жылдан кейін шынымен де әйел адамның осылай өзі шыққаны да бір үлкен бақыт екен. Себебі жаңа таныстықтар, жаңа адамдар, білмеймін, енді мен сізге сөзбен айтып жеткізе алмаймын ол кайфты. Сол себепті бір амалын тауып, баланы әйтеуір орналастырып, солай саяхаттаңыздар.